тілеумен кішілерге аға болған, ағам қабақ алты әлемге жаға болған, батыр інім Қалдыбай, балам жолдаяқ, ел шетіне жау келсе саға болған. Алаштан қол жинаймыз жауға қарсы, аттаныңдар алашқа жібер жашы. Батырларым көз алдымда тұрған кезде, қай жоңғарым тұрады бізге қарсы. Аттан бағыт ал Түркістанға, айналғанда қазаққа сағат сынға. Біз ешкімнен қорықпаймыз тұрған кезде, найза қолда, шоқпар белде, қылыш қында. Мен Қалдыбай, бойымда қаным қайнап, алайық бес қаруды атты сайлап, бастайық қалың қолды сайрам жаққа, аттанайық көкірекке намыс байлап. Мен жолдаяқ, сіздерден кіші жасым, бұл соғыста өрмелер өрге тасым, тұз дәмім таусылмаса оралармын, ажалым жетсе сонда кетер басым. Ел жер үшін қиямыз шыбын жанды, төгеміз халық үшін қызыл қанды, өзіміз шын ниетпен таққа ойған, қолдаймыз Түркістанда тәуке ханды. Аттан! 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 Жер қойнына алакөр кие болған Түркістан, түркілердің жұртына ие болған Түркістан. Тілеу, Қалдыбай, жолдаяқ, 17 мың қолменен барғанында өзіңе батырларға дем беріп сүйеу болған Түркістан. Жиналып кеңес құрғанда, әз тәукені хан сайлап, сол бәзіне пір қойған атамыз Тілеу би екен. Тілеу! 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 Армысыздар, құрметті қонақтар, барша қатысушылар. Қазақстан Республикасының 25 жылдығы аясында облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен жастар арасында патриоттық сезім мен ұлттық құндылықты ұлықтау мақсатында өткелі тұрған керуен шеруінің салтанатты ашылу рәсіміне Қош келдіңіздер! Атыңнан айналайын егемен ел, тәуелсіз күнің туды кенеле бер. Мерейің құтты болсын тәуелсіздік, ғасырдың болшы келе берер. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. 25 жыл ішінде тәуелсіз қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын өткелдерінен аман өтіп келеміз. Көк байрағы желбіреген бүгінгідей абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағымен бірлікке еліміз, тәуелсіздігіміз әрдайым баянды болғай. Ешкім келмесе де шарасыға. Ешкім келмесе де сұрақты бізден
айнап өзіңде от ойнаған аршыға қанаттары әлде қатаймаған 5 жасар баласы да андан деп ат ойлаған алдаспан ерлерім бар ысылмай қол бастар марғасқа ұлдарым бар қосылмай жол бастар елені өсіп білең рухы өрі жастар қандай мұң антымнан азаматтық ешқашан танбаймын мен батыр ұрпағымын қырым боп шарлаймын қалғанша қасықтаным жанымды арнаймын отаным оршын алғашқым биік болсын әрдайым шоқтым өміріне тұра берсін желбіреп көк туым жас өрендер желбіретіп мұғыста ғасырларға жалғастырып елдікті дақ түсірме ата баба рухына. Үлгі бізге аталардың ерлігі, ұлағатты өнегесі еңбегі. Тәуелсіздік туын ұстап жоғары бүгінгі ұрпақ болар ердің ертеңі.
Faşistik Germaniya kabarlamastan otanımızga şabul жасады. Олар біздің бостандығымыздан айырып, жерімізді таптамақ. Біз жеңеміз. Әділет әрқашан жеңбек. Фашистерге өлім келсін. Сендер кімсіңдер? Біз мергендер мектебіненбіз. Сендерге соғыс әлі ерте. Мен сендерді медсанбатқа отырғызам. Біз 6 ай бойы мергендер мектебін бітірдік. 1943 жылдың 21 мамырындағы 0367 бұйрығы бойынша мергендер мектебін бітіргендер басқа жұмыспен айналысуға тыйым салынған. Енді жетпегені сендер едіңдер. Жолдас майор, айтуға рұқсат етіңіз. Айтыңыз. Біз бір айдан бері соғыс шебіндеміз. Бірінші мектепте, одан кейін полкте. Соғысқа сұрансақ күтіңдер дейді. Жауымызға әлі бір оқты атқан жоқпыз. Соғыс бұл күту. Күте шыдамымыз да бітті. Мергендердің басты міндеті шыдамдылық. Күтіңдер, барыңдар. Құп болады, жолдас майор.
сені танымадым ғой. Құрбыларым мені Лия дейді. Бірақ шын атым Әлия Молдағұлова. Қазақсыз ба? Иә, қазақпын. Ақтөбе облысында неге келдім. Бірақ мектепті Ленинградта оқыдым. Ленинградтансың ба? Онда қайдан тап болдыңыз? Ой, айта берсем ол ұзақ әңгіме. Мен балалар үйінде өстім. Өзіңіздің атыңыз кім? Менің атым Арман. Мен де қазақпын. Алматыдан. Алия! Алия! Я люблю тебя, жизнь, до самого посвящения. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот ушел я шагаю с работы устала. Бүгінгі шайқаста сіздер өте ерен еңбек көрсеттіңіздер. Сіздерге алғысым шексіз. Біз жеңіске жеттік. Бірақ Әлия Молдағұлова сияқты мерген қызымыздан айырылып қалдық. Оның ерлігін есімізден шығармай мақтан етеміз. Бүгінше боссыңдар. Ертең тағы да майданшығына аттанамыз. Оп болады, жолдас майор. Әлия, ау Әлия, сен де өлдің, мен де қартайдым ғой. Әлия, есіңде ме? Мен сол баяғы окоптағы Арманмын ғой. Әлия, қош бол қыраным менің. От болып жанып кеткен, ер болып елге танылып кеткен қарлығашым. Қош бол. Алия, сен білесің бе? Фашист жеңе алмаған мына бізді, мына қуыт не жеңді ғой? Біз азайып барамыз. Біз сирей бастадық, Алия. Сағындым ғой сені, Алия. Бірақ мына сен жасаған ерлікті ұрпағың ұмытпақ емес. Ұмытпайды да. Қош бол, Алия. Ол өлді, тек аспан сау болсын деп. Ол өлді, туған жер бар болсын деп. Ол өлді, ағарман сөнбесін деп. Ол өлді, өзгелер өлмесін деп. Ол жұтқан ауаны құлатпадық. Ол жұтқан даланы жылатпадық. Ол өліп кеткен мен өлмейтұғын даңқы менен Берлинді бір аттадым.
Армысыздар, құрметті ақтөбеліктер және қала қонақтары. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай тәуелсіз елім Қазақстаным атты мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Баршаңызды мерекемізді шын жүректен құттықтаймыз. Біз тәуелсіз елдің ұрпағы болғанымызға шексіз қуанамыз. Біздің отанымызды әлем таныды. Осы кезде Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген тұңғыш Нұрсұлтан Назарбаевтай көреген саясаткерден ерен еңбегі дәл бүгінге және әрқашанда есте қаларлық. Қазақ халқы еркіндікке жету үшін қанша қиын қыстау кезеңдерді бастан кешірді десеңізші. Қазақстан дейтін бар елім, жатыр алып жарты дүние әлемін. Бұл даланы анам жаспен суарған, бұл далаға атам келіп қуанған. Ал енді Ақтөбе политехника колледж студенттері Қойшыбай Есқали және Аяп Марғұланды жаным қазақ әнімен қарсы алыңыздар. Бүгінгі іс-шарамызды өз сағатында еркін екауысы кешкен сұңғыла би, келек күнді айратпай жолдайтын сәуегей, мүлікке биге арнағымыз келіп отыр. Атамыз сұрында алтының көзі демеші, ата-бабамыздың халқыран ораларын қайсерге, оларды жүздермен өнеге алып біз, келек ұрпақтың көздері. Мүлікке бидің философиялық толғаулары, риторикалық сұрақ жауап, болжау, билік, кесім шешімдеріндегі мұралары өзіндік ерекшелігімен көрсетіп түседі. Мүлкенің әкесінде айтын, қаланың ауызша тарихымызда, қасталған тарихымыздар да, ол қасталған жаушылық қазір, сайран соғысының қаһарманы, күнге дейін сыйылған күнкемен сөз алып, әр сөзге тапқалы тұрақтаған, сөзге қатысқан, ерді қарастырымыздан өзіне жатқан, самайының ұсталындары болған, қазақтың қаталған ұлдарын бірігіп себебі сайран соғысында Beliau memiliki Abdul Sayyid'in keinginan
бірі жырау. Шырғымен 1675 жылы дүниеге келген екен. Ата тегі шежіре бойынша өз дәстүр тілеу әрі қарай ай, бөлек, қалу, сира, мұсаның уақытын жұрайын болып жалғаса береді. Зерделенген тестілікті қуаныш өмірген келе барып тұрғындарымызге оны жауап бағасынан, ойшыл тіршілігінің көреген жолдарынан, әділ жауабынан, өздігінен, азаматтың ардауынан, шешімдік шеберлігінен, және болашағынан келген бір шамалы бар. Ежінің есігінің белгісінде мүмкін біздің аталық сөздері атақты сырым батырмен бастасу сәтінде жиілеп тұлғаны айтылады. Көбіне сырымның мүмкінен бапа алуы, сәлем бере келуі, біздің бір тоғыз жасында айтылады. Uyumakla bizimle birlikte kolay karabaya kaldığı için bu sözün yine öğrenmiş olsun. Neden böyle? O terbiye tamamında bunu ilerletmiştir. Assalamu alaikum Rabbim. Aleykümselam. Bir yolu belki kanatımızdan büyük kelimeler, 10 saat olsun büyük kelimeler, 1 saat olsun kötü belki kelimeleri büyük ara belki aman gitsin. Aman gitsin sol. Bile sana şartlar ediyor. Elbette dışarı sürgünde hastalıktır. Hastalığı zamanında dönüştü. Al dökümü zamanında koyaştı. Osman Zorpeçi sırılmadı. Я сыровала. Түскі жездеге жорытпа, жеріне жорытпа. Жездеге жорытпа деген сөз бар еді. Сонда да айтайын. Түс, адал түс, қиялы емес. Шайтан мен түске үшке бөлінеді. Бұның сыры. Бұл түсті саған жорытып берейін. Қырықат дегеніміз, мұсылманның 40% орындалмайтын күн туар екен. 30 дегеніміз, 30-ті оразастамайтын заман болар екен. 5 сағаттың 4-еуден біреу кеткені, 5 уақыт намаз қаза болып, оны біреу оқитын, біреу оқымайтын заман болар екен. Қасқырдың шыққаны, кісінің тартып, ұрлап жейтін заман болар. Түлкінің шыққаны, алдағы даушылар көбейетін, заманның зорлық жолдықшылар көбейетін заман болар. Ойлардың шыққаны, ұрпағы елені өсетін, көлеңкесінен қорқып жүретін заман болар. Бұл түсті маған жоқтыңдардың сәте болды. Күндерді күнінде әйел билейтін заман келеді. Ол заманда әйелден ұят кетеді, еркектен намыс қашады. Мені 3 рет шақырғанда зорға келуімнің сыры осыда. Жүрегіміз оқу, дүрсіліне оқу, қосылсын әніміз. Еліміз, жұлдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман еріміз, жаралған ардану. Сенсің арманы биік сөзсіз, жүрекпен сүйіп сенде жанамын күйіп. Мекенім Қазақстан.
тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып өткізіліп жатқан жоспарлы шаралардың бірі. Шараның мақсаты жастарды отансүйгіштікке, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге, тарихымызды білуге, тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерімізді паш етуге арналады. Тілеу батыр ескерткішінен бастау алған керуен шеруі Әбілқайыр хан, Виктор Патсаев, Алия Молдағұлова, Сәңкібай батыр, Мөңке би ескерткіштерін қамтыды. Керуеннің соңғы тұрағы мәңгілік алау. Әр тұрақта жауапты оқу орындары. Бұл тарихи тұлғалардың еліміздің қалыптасуы мен дамуындағы ерліктерін ашатын жобалар мен қойылымдарын көрсетті. Бүгінгі жастардың патриоттық шеруіне шақыруымызды қабыл алып, алтын уақыттарын бөліп келген ел ағаларына алғысымыз шексіз. Тәуелсіз ел жастарының осындай сүбелі, патриоттық танымдық бастамаларына бағыт-бағдар көрсетіп, баталарын берсін. Ел болашағы жастардың рухын көтерсін деген мақсат еді. Сөз Ақтөбе облысының білім басқармасы басшысы Сәуле Рахимқызы Өмербековаға беріледі. Достар, келе жатқан бұл мерекеміз еліміздің 25 жылдық мерейтойы баршамызға құтты болсын. Әлем тарихы үшін 25 жыл көзді ашып жұмғандай, бірақ біздің еліміз үшін екінші біздің мына үлкен тойымыз, 25 жылдығымыз. Құт береке әкеміздің баршамызға, құтты болсын мерекеміз. Рахмет. Сөз кезегі Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі Ақтөбе педагогикалық институтының құрметті профессоры Қосшынар Алия Маншы қоғамдық қорының төрағасы Ғалымжан Байдербес ағаға беріледі. Құрметті жастар, бүгін облыс бойынша үлкен бір шара өтіп жатыр. Ол мына жастардың патриоттық сезімін көтеруде егемендіктің 25 жылдығына арналған 25 колледждің қатысуымен үлкен патриоттық шара өтіп жатыр. Құрыштай қойып қойған, қылыштай іліп қойған, намыстың тарап бойдан. Құлшынып еңбектенем, малшынып терге бөгем, мақтанып кеуде керем.